Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет зебра пирогын дайындайтын боламыз. Пирогтарымыз өте дәмді, әрі жұмсақ болып шықты. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды соңына дейін толықтай қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстінен алдын ала дайындап алған қантымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз қантымыз ерігенше. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Біркелкі болғанша жақсылап тағы да араластырып аламыз. Толық рецепті төменде описанияға жазып кеттім қыздар. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Пирогтарымызды ешқандай миксерсіз венчиктің көмегімен араластырып жасай береміз. Енді сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Менде салқын сүт құйдым. Жақсылап тағы да араластырып аламыз. Енді үстінен алдын ала дайындап қойған ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Ұндарыңызды бірден сал жермеңіздер. Аз-аздан салап отырып араластырасыздар. Үстіне қопсытқыш қостым. 1 шай қасық жақсылап араластырып аламыз. Содан қалған ұнымызды салып, тағы да қозғайтын боламыз. Ешқандай комочки қалмау керек. Жақсылап араластырып аласыздар. Міне осымен дайын болды. 2 ыдысқа бөліп құямыз. Біреуіне какао араластыратын боламыз. Бір ыдысымызға какаомызды салдым. Жай-жайдан қозғап, жақсылап, біркелкі болғанша тағы да араластырып аламыз. Міне осындай масса шығады, сұйықтығы осындай болып. Алына ақ түсті массамыз кішкене сұйықтау болып тұр. Бұған 1 ас қасықтай ұн қостым мен. Жақсылап араластырып аласыздар. Сонда 2 массамыздың да сұйықтығы біркелкі болып тұрды. Енді осы уақытта пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Мен противенімнің диаметрі 24. Бір қасықтан бөлек-бөлек құйып отырамыз. Массаларымызды кезек-кезек алмастырып құйып аласыздар. Міне осындай болып шығады. Осындай шпажканың көмегімен немесе зубочистканың көмегімен осылай бетін әсемдеп шықсаңыздар болады. Піскен кезде әдемі болып көрінеді. Қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут пісіріп аласыздар. Міне зебра пирогтарымыз осымен дайын. Өте дәмді, әрі тез дайын болады достар. Сіздер де шайға жасап көріңіздер. Өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Бір жасағаннан мінсіз болып шығатын пирогтардың бірі. Және ең сәтті рецепттердің бірі. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.